Адамдарды Искр сапаны дамытудың халықаралық жүйесі бағдарламасына қосылуға шақыру. Құрметті достар, бұл жер бетіндегі барша адамдарға үндеу. Бүгінгі таңда біздің әрқайсымыз қолданыстағы сандық өсу жүйесінің ережелері мен тетіктері бұрыннан адамзатқа қызмет етуді тоқтатқан әлемде өмір сүріп жатырмыз. Халықтар өздерінің табиғи ресурстарын, еңбегін, жинақтарын басқару құқығынан қалай айырылып жатқанын көріп отырмыз. Біз миллиондаған адамдардың өміріне әсер ететін шешімдер аз ғана адамның мүддесі үшін қабылданатынын көреміз. Бірақ ең бастысы, бұл жүйенің адамға еркіндік беруге қауқарсыз екенін көріп отырмыз. Өйткені оның негізі сыртқы бақылау, ақшаға тәуелділік, жасанды тапшылық және қорғамайтын, бірақ шектейтін заңдар. Біз осы жүйенің валюталары мен ережелерін қолдануға келіскен сайын, өз еркімізбен немесе күшпен біз өз өмірімізді басқаруды басқалардың қолына береміз. Ал соңғы ондаған жылдардағы оқиғалар бұл жүйенің халық игілігі үшін жасалмағанын анық көрсетіп отыр. Ол оларды әлсірету, бөлу, бағындыру үшін құрылған. Бірақ оның басқа жолы бар. Искр бағдарламасы бұл сандық өмір сүруге емес, сапалы дамуға қадам. Сапаны дамытудың халықаралық жүйесі Искр жай ғана балама емес. Бұл адамдардың өзара әрекеттесуінің жаңа моделі. Адамның тәуелділігіне емес, оның егемендігіне, алып-сатарлық механизмдерге емес, нақты экономикаға, сыртқы валюталық тізбектерде емес, ішкі ақпарат алмасу құралдарына, қорқыныш пен тапшылық емес, мотивация мен жасампаздық туралы, азшылықтың таңылған билігіне емес, ұжымдық жауапкершілікке. Искр адамдар қайтадан өз ресурстарының, өз жұмысының және болашағының шебері болатын кеңістікті жасайды. Мұндағы құндылық санмен емес, сапасымен анықталады. Мұнда даму сандар үшін жарыс емес, қоғамның әлеуетін ашу. Искр бағдарламасына қазір қосылу неліктен маңызды? Өйткені ескі жүйе тез күйреп барады. Өйткені әлем халықтары қазірдің өзінде тығырықтан шығудың жолын іздеп жатыр. Өйткені көпшіліктің біртұтас ерік-жігері ғана жаңа шындықты, әділ, ашық және тұрақты құра алады. Искр наразылық немесе күрес емес. Бұл әр адам бақылаушы емес, қатысушыға айналатын жаңа нәрсені жасау. Искрға қосылу арқылы сіз болашақтық халықтық жүйенің бір бөлігі боласыз. Жүйелер. Мұнда еркіндік ұран емес, механизм. Мұндағы ресурстар тауар емес, актив. Мұнда экономика бақылау құралы емес, даму құралы. Мұнда адам басқару объектісі емес, жаратылыс субъектісі болып табылады. Ойланып, ұсынылған бағдарламаға саналы түрде қосылыңыздар.